Менің аты жөнім Тамашбай Руслан Берікұлы. Мен Мұхтар Әуезов атындағы жалпы білім беру мектебінде педагог-психолог қызметін атқарамын. Мектеп. Күнделікті тәртіп. Өзгермеген, қайталанған көңілсіз күндер. Неге кешігіп келесің? Карточкаң қайда? Көңіл күйімнің жоқтығы, жабырқаңқы сабақ оқу зауқым жоқтығын байқамайтын сынып жетекшім. Неге кешігіп жүрсің? Не мынау түрі? Дұрыста мыналардың барлығы. Осының бәрі мені тұнжыртпаса, көңілдендірмесі анық. Мүмкін, бұл менің ойым шығар. Басқалар әйтеуір бақытты. Не істеп отырсың? Сабағыңды оқы, дәптер қайда? Шығар, хотя бы позачерный шығар, жаз мен айтқандарымды. Жан жағымдағы сыныптастарым да мені жақсы көрмейтін еді. Адам жанын түсіну, оны зерттей білу үлкен өнер. Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойлап қой деп Ұлы Абай атамыз айтқандай, әрбір тұлға жұмбақ. Сол жұмбақтың кілтін тауып, жүрек кілтін аша білу, әрбір жүректің құпия сырын оқи білу, мен қалаған мамандықтың ғажайып сыры деп білемін. Психологпын және мамандығымды мақтан тұтамын. Себебі психолог бала жанының түпкіріне үңілуші. Психолог баланы мектепке келген күннен бастап мектеп бітіргенге дейін оқу тәрбие процесінің сүйемелденушісі. Психолог ұстаз бен оқушы және ата-ана арасын жалғаушы. Жаңа ұрпақ балалардың да тез есеюі, білікті, білімді, жан-жақты, ақпараттандырылған, қазіргі психолог маманның іздену қабілетінің жоғары болуына, заман талабына сай келуге және бәсекеге қабілетті, икемді болуына талап қояды. Міне, сондай психолог болуға мен де тырысудамын. Әр уақытта мен ізденіс үстінде жүремін. Бала тәрбиесі мәңгілік мәселе, қиын әрі күрделі іс. Ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсынұлы біз әуелі елді түзуді бала оқыту ісінен бастауымыз қажет деп айтқан. Бұл іске мен де өз септігімді тигізуге, бар күш-жігерімді, қабілетімді салуға
тырысамын. Білесіздер ме, адамның білімге деген ынтасы, мектепке деген махаббаты жан-жағындағылардың қатаң тәртібінде емес. Менің ойымша, өз отбасыңнан бастау алатын ең басты құндылық мейірім және